Әзірбайжанның ұлы шайыры Низами Ганжауи ақынның ерлігі ғашықтығы деген екен. Оның 1188 жылы жазылған әйгілі Ләйлі Мәжнүн атты дастаны сол ғашықтыққа арналғаны мәлім. Өмірдегі шын аты қайыс болған ақын Мәжнүннің өлеңдері «Стихия Лейли» деген атпен өткен ғасырдың 80-ші жылдары орыс тілінде де жарық көрген. Оның бір топ өлеңдерін ақын Балқыбектің тәржімасымен Қазақ әдебиеті газетінде де жарияланған. Сол қайыстың өмірбаянында мынадай қызықты дерек бар. Қайыс ақын Ләйліге ес-түссіз ғашықтықтан ғажайып ғазалдар шығара жүріп, асылына қолы жетпегендіктен шерленіп, Мәжнүнге айналғаны әмбеге аян. Өзінің әдемі дауысымен ғашық ғазалдарын жылап жүріп әндеткен өрім-өрім дәруішті көріп, әуенін тебірене тыңдаған сол өңірдің шахы, оның әйгілі Мәжнүн екенін білгенде жаны ашып кетіп уәзірлеріне: «Бейшараның ғазалы қандай зарлы еді, жүректі қозғады ғой, бүйтіп еңіреп тентіреп жүре бермесін. Мынадай керемет ән жыры үшін мен оған аңсаған Ләйлісін алып берейін. Мәжнүнді жуындырып шайындырыңдар, жағдайын жасаңдар. Сосын менің атымнан Ләйлінің әкесіне барып, алдынан өтіп, қалың малын төлеп, қолы жетпеген сол ғашығын Мәжнүнге әкеліп қосыңдар. Өмірден зарлап өтпесін, бұл ғашық ақынның сауабын алайын» деген екен рақымы түсіп. Шах айтты, орындалды. Мүлгей әндетіп отырған Мәжнүнге жөн жобасымен күйеуге тиюге көндіріп Ләйліні алып келеді. Бірақ Мәжнүн алдына келген іңкәрі Ләйліге бұрылып та қарамай, ыңырси зарлап отыра береді. Сонда Ләйлі шыдай алмай, оны құшақтап алып: «Мәжнүн, жылама, міне мен саған өзім келдім» десе, байғұс ақын оған қарап: «Жоқ, сен Ләйлі емессің, менің Ләйлім басқа болатын» деп танымай айқайлап, жанына жолатпай қойыпты. Мәссаған безгелдек деген осы шығар. Мәжнүн өз ғашығын өзі неге танымады екен деген сауалдың жауабын табуды оқырман қауымның өзіне қалдырайын. Ал біз Ләйлі қандай болған деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Ол шынында да Низами бастаған шығыс жұлдыздар жырлағандай, ай десе аузы, күн десе көзі бар сұлу болған ба? Парсының ұлы ақыны Сағди бұл туралы былай депті: «Мәжнүннің Ләйліге деген ессіз ғашықтығын естіген шах Ләйлідей аруды бір көруге құмартады. Бірақ Ләйліні көріп көңілі түсіп қалады. Өйткені оған Ләйлінің түрі өзінің гареміндегі қыздардың ең көріксіз дегенінен де өңсіз болып көрінеді. Бұл жөнінде қасындағы уәзіріне айтса, ол: «Әміршім, сіз оған Мәжнүннің көзімен қараңыз» деген екен. Әңгімені жазған Ұлықбек Есдәулет.